Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Тютюн 1926 жылдың 9 қыркүйегінде Украинада туған. 17 жасар кезінде Қызыл әскер қатарына шақырылған. Башқұртстандағы Алкино 2 станциясында арнайы оқу-жаттығудан өткен. Оқу-жаттығудан өткеннен кейін 1944 жылдың көктемінде ол Гомель түбіндегі 848 полк құрамына жіберіледі. Аталмыш полк құрамында ол Белоруссия, Литвадағы қанды шайқастарға қатысқан. Ардагер Литваның Шуляй қаласында жауынгерлер отрядын жаулардан қоршап алғанын есінде мәңгі сақтап қалған. Ұрыс кезінде майдангерлердің басым бөлігі қаза табады. Аяғына оқ тиған Иван Тютюн болса тұтқынға түседі. Тұтқыннан соғыс аяқталғанда ғана босаған жауынгер өзге де майдандастарымен бірге шығыс Пруссияға, кейін Ресейге қара жұмысқа аттанады. Ал Қазақстанға ардагер 1961 жылы қоныс аударған. 1991 жылға дейін Максимовка ауылында құрылысшы болып қызмет етті. Бүгінде ардагер Астана қаласында тұрады. Елордаға 2009 жылы көшіп келген ардагер өз кезегінде барлық қазақстандықтарға, өскелең ұрпаққа жылы лебізін, ақжарма тілегін арнады. Жастар білімді және денсаулықтары мықты болсын, спортпен шұғылдансын, Қазақстанның аспаны ашық болсын дейді ардагер.